Сәлем баршаңызға, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте керемет, бір жасағаннан шығатын, әрі желіде хит болып жатқан керемет демелема тағамының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнамнан алыстамай, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ендеше тағамымызды бастайық. Ең алдымен қамырымыздан бастаймыз. Мен алдын ала иленіп қойған қамырымызды дәл видеодағыдай қатты қалың да қатты жұқа да емес, орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен өсімдік майын жағып, видеодағыдай пішінге кесіп шығатын боламыз. Содан соң ортасының начинкасын саламыз. Начинкада менде пияз, картоп және де сәбіз. Барлығын терканың көмегімен өткізіп, дәміне қарай тұз бұрышын салып, дәл осылай қамырымыздың ортасына орналастырып болғаннан соң, қамырларымызды дәл видеодағыдай пішіндерге келтіріп шығамыз. Бір жасағаннан шығатын өте керемет әрі тойымды тағамдардың бірі, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осылай барлық қамырымызға гүлдің формасын беріп шығамыз. Содан соң демлемамызды дайындауға кірісеміз. Қазанымыздың түбіне аздап майымызды құйып және де турап алған еттерімізді саламыз. Содан соң үстінен бір дана туралған пиязымызды орналастырамыз. Үстінен турап алған сәбіздерімізді саламыз. Содан соң картоптарымызды да саламыз. Картопымыздың үстінен 3-4 тіше сарымсағымызды майдалап турап салып болғаннан соң, оның үстінен ұсақталып туралған қырыққабаттарымызды орналастырып шығамыз. Және де менде қыстық қатырылған болгар бұрыштары, оны да салуды ұмытпаймыз. Содан соң үстінен томатный согымызды құйып, және де қырыққабатымыздың 1-2 үлкен жапырақшасын дәл осылай видеодағыдай орналастырып, оның үстінен алдын ала дайындап алған гүлді қамырларымызды орналастырып шығамыз. Және де баяу отта 1-1,5 сағат шамасында пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сіздермен болған Ариана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.